Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін кешкі ауызашарға өте дәмді, құнарлы және жеңіл дайындалатын тағам дайындайтын боламыз. Қаймақты соуста тауықтың жұмсақ төс етімен және шампиньондармен дайындалатын құнарлы тағам. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Күрішінің өзі де шашырап, әдемі болып, дәмді болып пісетін болады. Ең алдымен қажетті заттарымызды дайындап алайық. Шампиньондарымызды тазалап алатын боламыз. Шампиньонды ешқандай жуудың қажеті жоқ, тек сыртқы қабатын пышақтың көмегімен алып тастаймыз. Егер жуатын болсаңыздар, дұрыс қуырылмайтын болады. Шампиньондарымызды тазалап болғаннан кейін майда бөліктерге осылайынан турап шығатын боламыз. Егер қаласаңыздар, бұдан да жіңішке етіп тураңыздар, маған ұнайтын болғандықтан кішкене ірілеу етіп турап шықтым. Келесі, бір дана пиязымызды жіңішке етіп жақсылап турап алатын боламыз. Бізге одан кейін тауықтың төс еті қажет болады. Тауықтың төс етін жуып, тазалап болғаннан кейін осылай артық жерлерін барлығын алып тастаймыз. Кейін майда бөліктерге бөліп, оны осындай төрт бұрышты етіп жақсылап турап шығатын боламыз. Тауығымызды турап болғаннан кейін жақсылап қуырамыз. Ең алдымен табамызға майымызды құйып қыздырып, үстіне етімізді салып, 10 минуттай кішкене суы тартылғанша жақсылап қуырып аламыз. Достар, міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді және сіздердің жарты сағат уақыттарыңызды алатын тағам. Және менің арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Тауығымызды қуырып болғаннан кейін үстіне пиязымызды қосып, қызарғанша жақсылап 15 минут 20 минуттай қуырып аламыз. Тауығымыз қуырылып болғаннан кейін барлығында табамыздан алып аламыз да, сол майдың үстіне шампиньондарымызды салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Шампиньондарымыз осылай қызарғанша қуырамыз. Біздің шампиньондарымыз жақсылап қызарып қуырылғаннан кейін үстіне кішкене ғана тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Кейін дайын тұрған етімізді қосып, үстіне дәміне қарай қара бұрыш пен тұзымызды қосамыз және жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Кейін үстіне қаймағымызды қосамыз және де тағы да араластырып аламыз. Оның үстіне қайнаған су қосамыз. Суды кішкене ғана құйсақ жеткілікті. Суымызды құйып алып, тағы да жақсылап араластырып аламыз да, баяу отта қақпағын жауып 15 минут пісіріп аламыз. Біздің осы тағамыз піскенше гарнирімізге кірісеміз. Гарнирге күріш дайындаймыз. Ең алдымен кішкене сары майымызды ертіп аламыз және жуылған күрішімізді салып, осылайынан қызып тұрған пеште кішкене 4 минуттай, 3 минуттай араластырып отырып, күрішімізді қуырып аламыз. Кейін үстіне қайнаған су құямыз. Суды күріштің бетімен бірдей етіп құйсақ жеткілікті және дәміне қарай тұзымызды қосып, жақсылап араластырып, бетін жауып 5-7 минут пісіреміз. Біздің күрішіміз піскеннен кейін қақпағын бірден ашпаңыздар. Кішкене табында тұрсын, сол кезде күрішіміз әдемі болып шашырап шығатын болады. Біздің осымен тамағымыз дайын болды. Енді ыдысымызға осылайынан орналастырып салып, бетіне сәндігі үшін кез келген ас көкті сеуіп жесеңіздер болады. Өте дәмді, сіздердің жарты сағат қана уақыттарыңызды алатын тағам. Міндетті түрде дайындап көріңіздер және арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лүпіл басып кетіңіздер.